One, two, three, four. Всем привет! Я базарға келдім. Наконец-то нашла микрофон и штатив. И мында мороженое алdım. Күн деген ыстық болып тұр. Қазір машинама барам. Машинамды жердің түбіне барып қойып кеттім. Вообще орын жоқ. Вот штативті алдым. И микрофон проводной алдым. Беспроводной алдым. Ол дұрыстау шыққанда сосын проводной алып отырады. И қазір ампа келді. Вот так штатив. Өте ыңғайлы, кішкентай сумочкасы бар. Так. Мынадай, но мынау почти 1 метр. Вот мына жерге қазір қоямын. Штатив болған, ол штативтің мынандай басы, короче, мына жері қажалып кеткенде алып салғаннан кейінші, одан кейін уже мынау ұстамайды. Спокойно алады тұра алмай-ақ. Мынаған осылай бұраймын. И мына астында еще мынандай бұрайтын бар екен. Күшті. Вообще классно. И мынанікі уже новый. И мынаған бұрайым. Вау. Классно. И мынаны енді спокойно былай бұра берсем болады. Вот мынаны орнаттым. Енді осыған соткамды қоямын. Менің штативім орналасты. Енді микрофонды көрейік. Қазір мына мороженымды ішіп жіберейін. А то еріп баратыр. Вот микрофон, птичка, проводной. Мынадай. Мен бұмен қалай шығатынын дауысын көрдім, ұялып тұрдым нешеде. Мен бірақ алдында көрген бұны. Всем привет, қалайсыңдар? Менің YouTube каналыма қош келдіңдер. Қазірде вообще машина көп шалмай жатыр мына жерден. Бағана микрофонды өткізу керек қайтадан. Артқа жүрмесем, что-то мен қақып кететін алады. Мен үйге келдім. Енді қазір сендерге бағана штативтен кейінгі покупканы көрсетейін. Бүгін не алғанымды. Осындай кілемше алдым. Тренировка жасағанға көк цветінен. Қазір unpacking жасаймыз. Вау! Енді осымен тренировка жасайтын боламын. Келесі покупка туш. Осындай простой туш алдым. Потому что маған андай фирменный қымбат туштар вообще менің көзіме жақпайды. Мына жерлеріне қарап жағып кетеді. И оны всегда сүртіп тұру керек. Ал вот мынау простой болғанымен тез кебеді и көп бүйтіп сүртіп атып әуре болмайсың. И мынадай маска алдым. Как на фокус жасалмайды, короче, золотистый маска дейді. Бұны бүгін кешке көреміз қалай болатын. И мынадай соған арналған щеткасын алдым. Осындай кисточка. Осымен енді жатын боламыз. И последний бағана сендерге машинада көрсеткен штативім. И бағанағы микрофонды мен өткізіп жібердім қайтадан. Потому что басқа жоқ дейді. И маған вообще ұнаған жоқ, дауыс вообще дұрыс жазылған да жоқ. Сол себепті қайтадан өткізуге тура келді. Все, покупкалар аяқталды. Енді қазір киімімді ауыстырып, сосын ужин ішіп, одан кейін
тестке дайындаламын. Осы 2-3 күнде мен уже тест тапсырамын. Блин, вообще қорқып тұрмын. Негізі проходной балдан өтем. Но хочу, чтобы көбірек балл алуға. Но что-то біртүрлі қорқып тұрмын. Тренировка жасауға отырдым. Қасыма ноутбукты и суымды алып алдым. Және бүгінгі кремшені төсеп алдым. Қазір енді 30 минуттық тренировканы бастаймын. Тренировкамды жасап болдым. Енді жатырмын. Вентилятордың астында ерініп жатырмын бұрын. Джонуға ерініп жатырмын. Джону керек. И еще ерте ұйықта бір сағат уже 11:30 болды. 12 болайын деп жатыр. Уже 12:30 бірде почти ұйықтап қалуым керек. Мен потом эфирдің азында ерте тұра алмай қаламын. Ерте тұру керек маған. Ерте тұрып, тірліктерімді жасап, сосын тестке дайындалуым керек. Тест, короче, менде бітпейінше осы влогтардың барлығында тек қана тест деген әңгімені айтамыз. Так что осақ жұлдызай тест айта береді екен деген әңгімені айтпаңдар маған. Потому что менің күнім сондай болып жүр. Қайтем деп па. Скоро оны айтпаймын. Так что нормально деп қабылдаңдар. Үстіп, еркелеп жатырмын. Душқа түсіп келдім. Енді қазір мен үстіме мынандай Victoria's Secret'ның спрейін себем. И кешкі уход жасаймын. Кешкі күтімде менде Help Popper Clean Up тоник. И тоникті мен осылай қолыма құямын да, бетіме жағамын вот так. Келесі менде сыворотка, тоже Help Popper-нікі. Енді Help Popper дема, короче, сондай. Осы екеуі бір фирмада. Сывороткадан кейін крем жақпаймын, потому что менің бетіме жақпайды. Крем жаққан, бетім одан сайын ушығып жаман болып кетеді. Тек қана кешкі уходта ғана осы сыворотка мен тоникті қолданамын. Және сол арқылы бетімді тазартамын, және де әдемі қалпында қалады. Ал таңғы кезде крем жағып жүремін. Тек қана крем жағамын да, ол кезде сол кезде увлажнение жасайды. Ал кешке менде сол увлажненияларды средний қалыпқа келтіреді. Егер бетімде проблема болса, проблемаларды кетіреді. Кешкі уходты жасадым. Енді үстіме пижамамды киіп ұйықтаймын. Бүгінгі күннің қорытындысы әр тұлға ерекше. Әр қайсымыздың әр түрлі характеріміз бар. Әр қайсымыздың әр түрлі келетін өзіміздің ісіміз бар. Және сол арқылы біз ерекшеленеміз. Біздің өміріміздегі болып жатқан нәрселер ол қайталанбас жағдайлар. Және де бүгін еще августтың 30-ы, уже 12:30 болды, 30-ы, уже жаз бітеді. Келесі жылы бұл жаз басқаша болады. Уже күзде вообще басқаша болады. Сол себепті әр күні әр түрлі өткізу ол өзімізге байланысты. Сол себепті өзіңді создавать ет, және де сен ерекшесің. Менің влогым аяқталды. Менімен бірге болғандарыңа рахмет, және де келесі көріскенше.